Бәріңізге сәлем, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін біз екі түрлі печенье пісіретін боламыз. Бірі конфетке ұқсайтын осындай печенье, екіншісі творожный печенье. Жасау жолы өте оңай әрі ерекше, бір шайда барлығы желініп қалады. Ендеше жасауды бастайық. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды ыдысымызға саламыз. Үстіне қаймағымызды салып, үстіне бір жұмыртқаның сарысын салып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Массамыз дайын болды. Енді үстіне ұнымыздың жартысын қосамыз. Осыдан кейін енді разрыхлителімізді қосамыз. Лопатканың көмегімен енді жақсылап араластырамыз. Қалған ұнымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шықты. Енді қамырымызды жаямыз. Бізге осындай конфеттер қажет болады. Енді ұнымызды сеуіп, үстіне қамырымызды қойып, екіге бөлеміз. Қамырымызды жұқалап жайдық. Енді 8 бөлікке бөлеміз. Бізге осындай конфет қажет болады. 4 бұрышты менде. Енді ішіне салып, бұрышына салып, барлығын ораймыз. Конфеттің пішіндеріне келтіреміз. Екі жағын жақсылап қысамыз. Қалған қамырымызды осылай жасап алып, барлығын дайындаймыз. Бізде 16 дана конфет печенье шығады. Алдын ала пешімізді қыздырып қойып, 180 градуста 20 минут пісіреміз. Печеньеміз міне дайын болды. Суы үшін осындай сеткаға салып қойдым. Бұл печеньені жасап көрсеңіз, өте дәмді, әрі шайға да дәмді. Жеген кезде тестасы үгітіліп тұрады. Міндетті түрде жасаңыз. Келесі кезекте творожный печеньемізді дайындаймыз. Ыдысымыздың үстіне ұн салып, содан кейін жұмсақ майымызды салып, қолымызбен үгітіп, осылай крошка жасаймыз. Барлығын жақсылап үгітіп алдық. Енді үстіне жұмыртқаның 2 сарысын қосамыз. Содан кейін разрыхлителімізді қосамыз. Қаймағымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Жақсылап 10 минуттай осылай илеп аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Осылай жұмсақ қамыр шығады. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Творогтың үстіне қантымызды қосып, содан кейін бір жұмыртқамызды қосып, үстіне кукурузный крахмалымызды қосамыз. Біраз қасық. Барлығын енді жақсылап араластырып аламыз. Барлығы жақсы езілу үшін мен блендермен тағы да бір езіп алдым. Сізде блендер болмаса, вилканың немесе венчиктің көмегімен жақсылап езіп алсаңыздар болады. Келесі кезекте қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды жайған кезде қатты жұқа қылмаймыз.
Көріп тұрғаныңыздай қалыңдықтар жаямыз. Енді стаканның көмегімен осындай қылып барлығын кесіп аламыз. Қалған қамырлардың барлығын жинап алып морозильникке салып қоямыз. Бізге бетіне себуге қажет болады. Кекске арнаған осындай форманы ішіне жайғастырып, барлығын салып шығамыз. Барлығын салып шықтық. Енді үстіне начинкасын құямыз. Барлығы бізде 12 дана печенье шығады. Қалған қамырды қазір бетіне себетін боламыз. Дәл осы рецептіменен, достар, 12 дана печенье шығады және рецептісін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қоятын боламын. Алып қойған қалған қамырымызды енді үккіштің көмегімен үстіне өткізіп себелеп шығамыз. Морозильникке салып қойсаңыздар, қамырыңызды өткізген кезде ыңғайлы болады. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қызықты рецепттер шығаратын боламын. Тағам түрлерін және салаттарды, торттарды, осындай печеньелердің рецепттерін шығаратын боламын. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Енді пешімізді алдын ала қыздырып қойып, 180 градуста 30 минут сарғайғанша пісіріп аламыз. Міне достар, біздің печеньеміз дайын болды. Сарғыш, әдемі болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді әрі қонаққа жасасаңыздар да дастарханыңыздың сәнін ашады. Конфетка печеньесі де өте нәзік печенье. Міне творожный печеньенің іші осындай. Достар, сіздер видеомды осы жерге дейін қараған болсаңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер шығарамын. Сізбен бірге болған Гүлбахор.